Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Көптеген менің көрермендерім маған комментарийда жазып жатады. Осы мына тарихтың не пайдасы бар? Өткен нәрсе өтті, қазіргі таңда басқа нәрселермен айналысу керек деп. Бұндай көрермендеріме келесі жауап айтқым келіп отыр. Қазақстан Республикасының және қазақ халқының тарихын не үшін оқу керек, не үшін білу керек? Біріншіден, ұлттық намыспен, ұлттық жаңағы рух көтерілу үшін білу керек. Кешегісін білмеген адам ертеңіне дұрыс көзбен қарай алмайды. Ағайын, осыны білу керек. Екіншіден, қазақ тарихының өткені батырлық пен намысқа толы. Бүгінгі ұрпақ, мына менің замандастарым, менен кіші қазақстандықтар, қазақ халқының өкілдері намысшыл болса екен, рухтары жоғары болса екен деп ойлаймын. Сондықтан да дәріптеймін қазақтың тарихын, Қазақстанның тарихын. Үшіншіден, осыдан 30 жыл бұрын Қазақстан Республикасында туризмді дамыту керек. Туризмді дамытуға көптеген біздің табиғи, тарихи мүмкіншіліктеріміз бар деп елбасы айтқан болатын. Сонымен мен толығымен келісем. Шын мәнінде де тарихымыз осы Қазақстан территориясының қайбір ауылын, өлкесін қазып қалсаң да тарихи туристік орталыққа лайықты болып саналады. Бірақ оның бәріне дүние жүзінен осы тарихи экспозицияларды, тарихи орындарды көруге неге туристер келмейді? Өйткені қазақтың тарихын қазақтың өзі білмесе, оған басқа біреу қызығушылық танытып келе ме? Шетелге шығып жатқан қазақтарымыз өзінің тарихымен мақтанбаса, онда жалпы біз басқа елдің азаматтары, басқа ұлттың азаматтары біздің тарихымызға қызығушылық танытады деп қалай айта аламыз? Сондықтан да туризмнің дамытуына тікелей ең бірінші әсер ететін нәрсе осы ұлттық тарихты осы Қазақстанда өмір сүріп жатқан азаматтар білсе, жетік білсе, біліп қана қоймай, шетке шыққан кезде мақтанса, міне осы емес па туристік саланы дамытудағы ең бірінші факторлардың бірі. Сондықтан да жалпы қазақтың тарихын, Қазақстан Республикасының тарихын білейік, таныса жүрейік, қызығушылық танытайық. Бұдан былай қазақ тарихы не керек? Өткен нәрсе не керек? Өткен батырлар өтті, қазіргі таңда бізге ондай нәрсе керек жоқ деген әңгімені доғарайық. Кешегі болған дүниеден сабақ алмасақ, ертеңіміз жарқын болашақ болуы үлкен сұрақ белгісіне ие болып тұр ағайын.